Құлагер, дала тағдыры, ұлт қасіреті. Бұл жай ғана поэма емес, бұл ар намыстың, әділеттің, өнердің айғайы. Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасы қазақ рухының ең биік трагедиясы. Бәйгеде озып, тағдырда жеңілген тұлпар тағдыр арқылы ақын бүтін бір дәуірдің зары мен запыранын сөйлетті. Біз осы ұлы туындыны заманауи көзқараспен қайта тірілттік. Поэмада қазақ даласына аты шыққан әнші, сері, өнер иесі, ақан сері мен оның жан серігі болған Құлагер тұлпардың тағдыры баяндалады. Құлагер талай бәйгеде алдына ат салмаған, елдің үмітіне айналған жүйрік. Ақан сері оны баптап, соңғы үлкен бәйгеге қосады. Бірақ қызғаныш пен іштарлық әділетті жеңеді. Бәйге үстінде қастандық жасалып, Құлагер мерт болады. Жүйрігінен айырылған ақанның қайғысы жеке адамның емес, бүтін бір халықтың зары. Осы трагедия арқылы ақын әділет пен зұлымдықтың күресін, талант пен көреалмаушылықтың тартысын, өнер адамының жалғыздығын көрсетеді. Біздің буктрейлерде бәйгенің дүбірі, ақан серінің үміті, Құлагердің соңғы шабысы, қайғы мен әділетсіздік сәті көркем бейнеленеді. Сен бір ғана ат емес едің, Құлагер, сен ақанның мұң едің, сен даланың арман едің, сен құладың, ал ақан сол күні өз жүрегін жоғалтты. Бұл шығарма ат туралы емес, адамның ішіндегі қараңғылық туралы. Құлагер құлады, бірақ аңыз құлаған жоқ. Көріңіз, оқыңыз, ойланасыз, және бұл поэманы міндетті түрде қайта ашасыз.